Мейрамбек Беспаевпен жай ғана амандасып жатқан видео қазір қатты бір талқыланып жатыр, иә? Прикол істеймін, Мейрамбек ағаны атақты қылып Қазір блогерстводан кішкене шаршадым. Жан дүнием по-любому әншілікті қалайды. Мен филармонияда жұмыс жасадым, андай айдаладан түскен қыз емеспін. Ән айта салайыншы дейтін емес. Сіз білдіңіз, иә, басында хейт болатын? Өте көп қой хейт менің артымнан. Всегда хейт. Жағдайына қарайсыз ба жігіттің? Анау мына жігіт таңдамайды по-любому. Мені қорқуы мүмкін. Тормоз просто қазір бәрі что-то. Ажырасқан еркектерге қарамаймын депсіз. Бывший мужым өзі ажырасқан болып мен екеуміз үйлендік қой. Типаж бар ма, мысалы, түр жағынан танымал адамдардың ішінде болсын? Ойбай, оны апасын айтпай қойын. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыздар. Баршаңызға сәлем достар, қалайсыздар? Кездесу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз блогер, әнші СС Сабина. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қалай Рахмет. Шақырғандарыңызға жеттіңіз? рахмет. Қалай жеттіңіз? Жақсы. Сабина, неге сұхбаттардан көп бас тартасыз? Бірден содан бастайық, себебі бізге сұхбат беруге келістіңіз. Бірақ көп сұхбаттан бас тартамын дедіңіз. Неге? Енді өте көп болып кетті. Бір жаңалық ашып жатқан жоқпын, вроде әлі. Жаңалықпен келейінші деп жатырмын да. Сол. Бірақ білуімше қазір шоу-бизнеске қайтадан бет бұрып жатсыз. Не үшін қайтадан деп айтып отырмыз? Себебі сіз бұрын бір топта өнер көрсеттіңіз. Қалай болып жатыр енді қазір? Енді мен 2018-ден бастап FM группада ән айттым. 11 жасынан бастап Ақтөбе қаласында тоже филармонияда жұмыс жасадым 9-8 жыл. Всегда айтамын оны интервьюларда, байқасаңыздар. Мен филармонияда жұмыс жасадым, андай айдаладан түскен қыз емеспін. Ән айтқым келіп тұр, ән айта салайыншы дейтін емес. 11 жасында мама байқаған ән айтып жүргенді. Сөйтіп филармония деген бізде мәдениет үйі деген қаншама бізде Ақтөбеде бар. Сояққа жұмыс істеп кеттім, айына 3000 теңге жұмыс жасадым. Сөйтіп өзімді көрдім, что мен сахнаға арналған екенімді, сөйтіп кастингке өттім, Алматыға көшіп. FM группада өлең айттым 3,5 жыл. Содан кейін кішкене тоқтап тастадым. Өткені қиын болды, шоу-бизнес сольно айтқым келді деген сияқты. Қазіргі таңда мен блогерство дейтінде, мен блогер деп айтады, мен өзімде ол кезде білмедім, что мен блогер екенімді. Енді блог жүргізгендіктен соңғы жақтарда шықты ғой, что блогерлар бар екен. Просто мен өзім ән түсіріп жүрдім да, сөйтіп блогер болып кеттім. И ақша түскеннен кейін, рекламалар түскеннен кейін, жарайды әншілікті қоя тұрайын, блогерствоны алып кетейін дедім. Өйткені жақсы ақша келгендіктен. Блогер бір жаман болған блогерді көрмедім. Астарында қандай машина, тұратын үйлерін қараңыздар. Көтерілсе, қазақ көтерілсін, не болмасын, бір-біріміздің аяқтан шығылмайық. Содан кейін қазір блогерстводан кішкене шаршадым, өткені уже ұнамайды. Жан дүнием по-любому әншілікті қалайды. Неге ұнамайды? Блогерстводан шаршайсың енді, всегда түсіру керексің, контент план, я. Сол ұнамай қалды, что-то вообще желание жоқ. Или возраст па, уже 28-ге келдік қой. Мәсаған. 28 деген жас қой ол әлі. Мен де 28-демін. Білмеймін, енді өткен мен 9 жыл уже жүргізіп жүрмін ғой, былай қарасаң. 2018-ден бастап, 8 жыл, 8 жыл жүргізіп жүрмін. Содан кейін шаршайсың по-любому. 2017-ден бастап, өтірік айтамын, 9 жыл дұрыс. Сөйтіп, қазір лучше әншілікті ұстайын дедім. Бір дауыс болмаса екен, сахнаны сезінбесем екен. Онда басқаша сөйлесуге болатын еді. Лучше осымен айналысып, қазір 2 жыл тоқтамай жұмыс жасап жүріп, осы әншілікті қолға алайын деп. Енді жаңа ғана жаман болған блогерді көрмедім дедіңіз ғой. Бірақ біздің білуімізше көп нәрсе ол иллюзия болады. Мысалы, жалға алынған көлік, жалға алынған үй деген сияқты. Сол сізден сұрайықшы, сол ортада жүрген сіз. Жалға деген аренда, иә? Иә. Ойбай, ондай да естімедім мен. Аренда бар ма не? Жоқ, анау не түсіру үшін, мысалы, видео түсіру үшін бір үйді, көлікті менің үйім деп көрсетеді. Болмаса андай бір курс сату үшін, мысалы, мен осылай байып кеттім деп ақшаны көрсету мүмкін. Шетелдерге барып жатырмын деп, мысалы, да. Өте қиын сұрақ. Қазір кім көрінген деп айтпай қоймай бай. Кішкене подписчик жиналса, мен блогермін деп шығып кеткендер бар ғой, оны білмейсің ғой. На самом деле олар кімдер екен, на самом деле, әртүрлі адам бар деген сияқты. Мен өзім ортам, танитын блогерларым, қатты араласпасам да, оларды білем, бәрі шынайы. Реально өмірде де
қалай дәл сондай деген сияқты ғой. Сол себепті мен өзім всегда мойындаймын, осы Инстаграм арқасында жағдайымды жасадым деп мен всегда мойындаймын. Ешкімді алдамасам да, өткені қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, әншілерге болсын, блогерларға болсын қатты тиісіп жатыр. Сол себепті даже олардан қорқып емес, ең бірінші Алладан қорқасың ғой, не болмасын. Сол себепті бәрі шынайы деп ойлаймын. Білмеймін, ол адамдар танымайды екенмін, аренда қалатын адамдар. Честно айтамын. Ондайды көрмедім мен. Ал Қазақстанда ең бай блогер сіздің ойыңызша кім? Ай, ол өте қиын сұрақ. Наверное, Нұрдәулет шығар. Ну, енді білмеймін. Өткен Freedom'нан ұтып алды недавно ақша. Сол себепті Нұрдәулет, наверное. Жақсы, енді әншілігіңізге қайта оралайық. Ая Фангпен жасаған дуэт. Иә. Өте сәтті шыққан дуэт деп айтсақ болады, себебі хейт болды. Ұсыныс кімнен болды? Ая Фангтан әлде сізден? Мен әншілікке қалай кірерімді білмей жүрдім. Шыны керек, Әлішер аға мен досым, уже 4-5 жыл ма білмеймін. Әлішер Бұрханов. Иә, Бұрханов, екеуміз доспыз. Сол кезде Баяшкада болған жоқ, Баян Сұлуда ол кезде ол кісіде. Просто мен оған келдім де айттым, көмектеріңізші маған, действительно, мен әншілікке келгім келеді. Жол сілтеш просто деп айтамын ғой. Сөйтіп бұл айтады, жарайды деп жүртті, как раз серияғаның клипі болады, Ибрагимов. Сол кезде мен шақырды, келін мына жаққа деп. Сөйтіп Ая Фангты да шақырған, акасы Ая Фангқа айтқан, сенде талант бар, Сабинада Ахват бар, екеуің қосылыңдар, сөйтіп бір дүние шығарып көріңдер деп айтқан. Басында бір-бірімізді менсінбедік. Ну, типа енді, ой, мынау кім деп, ол да маған мынау кім деп. Оған дейін танымайтын бедіңіз Ая Фангты? Вообще танымаймыз бір-бірімізді. Бірақ одан кейін біз өте қатты родной болып кеттік. Ну, типа, жан дүниемізді түсіне бастайсың ғой уже. Өйткені адам мен адам жұмыс жасау қиын ғой, даже элементарно мен қасыма жұмысқа 20 адам бар командамда, бір адамды алу үшін мен аурасын сезінемін. Өйткені мен андай любой адамға тез не істеп кете алмаймын. Мен ашық жарқын болғанмен, өйткені адаммен жұмыс жасау өте қиын ғой. Оның аурасы бар, энергиясы бар деген сияқты. Қазіргі таңда сол тіл ғой енді. Сөйтіп деген сияқты Ая Фангты бірінші зерттедік бір-бірімізді. Ол да мені зерттеді, мен де зерттедім. Сөйтіп жазда шығарғанбыз негізінде ол әнді. Екеуміз отырып алып, текстарын жазып, давай бүйтейік, давай сөйтейік деп. Қай жерін сіз қостыңыз текст? Оны алып тастапты. Да. Қандай сөз бар еді? Қазақстан туралы жазғам ғой. Бірақ ана бақыратын жерлері ағылшынша, именно соларды мен қостым. Ағылшынша текстерді мен қостым. Ағылшынша қосайықшы дедім. Баяда қаншама әншілер қосты ғой вроде. Сол кезде қосайықшы дедім. Ал қара өзіне жақпа қап-қара күйе дегенде, сол кезде менде хейт кетіп жатырды. Ол кездерде помните, не помните. Сөйтіп мен түсіндіргем. Осындай тақырыпта шығарайықшы, өткені адамдарға айтайық. Жақпа қап-қара күйе. Сенбесең сенбе, емдеп көр қолынан келсе деп сөйтіп шығарайықшы дедім. Қай хейтке байланысты? Өте көп қой хейт мен артымнан. Всегда хейт, любой видео шықса, ну типа андай Инстаграмға контент салсам бітті, бір жер не то, әйтеуір табу керек. Әйтеуір табады. Енді Сабина, жалпы Инстаграмда хейт көп. Өмірде сізге мысалы адамдар олай ештеңе айтпайды ғой? Жоқ, өмірде жоқ. Күліп бетіңізге күліп қарайды. Әрине. Кешеде осы жақында мен шампуньді алса, менде бренд бар ғой, өздеріңіз білесіздер, шампуньді алса, iPhone қойғам iPhone-ды. Сол кезде бір әйел маған жаза берді, оказывается. Хейт өте көп прям. Өліп қалшы деген сияқты даже бар ғой. Неше түрлі сөздер, менеджерларға да жазыпты, мен шампунь сатып алдым, неге менде iPhone жоқ деп. Ешетіп анау автоматын істейді ғой анау, жаңа компьютер. Кім сатып алады, уже автоматын шығарып береді, ұтыскерді. Ана әйел ұтып алады ғой, именно iPhone-ды. Сөйтіп жалма-жан өшіріп жатыр да нені, перепискаларды, маған жазып жатқан хаттарын. Мен скрин жасап алып жіберем ғой, ойбай, тәте олай жасамаңыз, не болмасында. Даже сіз ұтып алып, мен бұл сообщенияларды көрсем, мен алып қалмаймын оны, мен сізге берем. Менде шынайы бәрі. Ну, у всех, наверное, шынайы. Күлем ғой. Также вот адамдар өмірде көргенде деп күледі да, бірақ дайректке жазу мүмкін жаман сөздерді. Телефон артында бәрі мықты ғой. Не үшін жазады? Неге хейт көп? Сіздің өзіңіздің ойыңызша. Неге мен всегда айтамын, бақытсыз адам ғана біреуге хейт жазатын сияқты. Өзі бақытты болып, өзінің өмірін тек қана өзі өмірімен айналысып жүрген адамдар біреудің өмірі қызық емес деп ойлаймын. Шыны керек. Жаңағыда қасымда жүрген адамдарға мен сразу айтамын, біреудің өмірін никогда айтпаймыз, шаруам жоқ. Айтқыларың келіп бара ма, менің өмірімді айтыңдар, болды.
деп, сондай менде принцип бар өмірлік. Жаңағы ән туралы сұрайықшы. Сіз білдіңіз иә басында хейт болатын? Ән шығарайын деп жатқан кезде. Ойбай, вообще білген жоқпын. Сіз ойладыңыз ба, жақсы қабылдайды деп? Әрине, өйткені ол ән негізінде бет дұрыстап қараса адамдар жақсы тексті бәрі негізі. Тиктоковский деп уже біз басынан сөйтіп пландадық. Тиктоковский бұл ән. Тиктокта адамдар билейтіндей деген сияқты. Қазір кеше ешкім жаман болған жоқ. Мен өзім лично жаман болған жоқпын. Ол әннен кейін кеше Қытайға барып келдім. Сол ән өте хит екен Қытайда. Үрімші деген қаласына шақырды. 700 адам менімен фотоға түсіп, сол ән үшін ешкім мені блогер деп шақырған жоқ. Кәдімгідей әнші, ана әнім ұнапты қатты прям. Олар қатты патриот екен, ол жақта қазақтар. Сол қаншам ұсыныстар келді ол әннен кейін, білмеймін. Өте мен хейті көп болса да рахмет айтам ол әнге. Сабина, бізде соңғы рет деген айдар бар. Бұл айдарда сізге бірнеше сұрақ қойылады. Сол сұраққа тез жылдам жауап беруге тырысуыңыз керек. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Және не үшін? Енді қыз баласың ғой, енді тез жауап беру керек па? Жоқ, ойлануға болады. Да? Енді қыз баласың ғой, всегда жылап қаласың иногда. Үйде жылайтын күндер болады, шаршайтын күндер болады. Бір ай бұрын жылаған шығар, наверное, точно білмеймін. Бір ай бұрын қуаныштан жыладым бірақ. Қандай қуаныш? Көлік алдым. Құтты болсын. Соңғы рет қашан өтірік айттыңыз? Енді өтірікті часто айтпасан да, андай зиян емес өтіріктер айтасың енді. Мамаға да, например, үйден шығып бара жатқанда. Просто демалып келгім келеді, например, допустим, подругына барып. Мама уайымдама, съемкаға баратырмын деген сияқты. Сондайлар болуы мүмкін. Зиянды емес өтіріктер. А так, білмеймін, ешкім айтпаймын. Өткені, білмеймін, ешкімге айтпаппын. Соңғы рет Сабина қашан қатты ұялды? Қызарып. Қатты ұялды ма? Ой, кеше кавер шоуда. Не үшін? Менің үлкен сахнам, бірінші сахнам сол болды. Еще Мейрамбек аға отқанда, еще 70 камера ма, қалай? Сондай камералар тұр. Еще Диана Исмаил, мықты әншілер, бәрімен жарысып жатырмын да, мен өзімді қатты андай, қалай? Стресс алдым деп айтсам да болады. Енді бәрім қатты қобалжыдым, ұялдым еще. Не үшін ұялдыңыз? Үлкен сахна. Сол. Бірақ бірінші өлеңде ұялдым, екінші өлеңде уже шайқап тастадым. Ой, шайқағаныңызды көрдік. Бірақ бірінші өлеңде шын айтам, қатты қобалжыдым, прям бетіп шашым жауып тастағым келіп тұр да, сөйтіп. Содан кейін вот солай. Соңғы рет қашан алданып қалдыңыз? 4 күн бұрын, кстати, біз всегда съемканың алдында продажа ашқанда или арендаға үй снимать етеміз. Нормальный үйлерді. Сол кезде бір мошенниктарға ұрынып қалдық. Ақша жіберіп қойдық, и сол үйге келіп тұрсақ, ол үйдің басқадан бір тұрып жатыр. Сөйтіп сондай ұрындық, 4 күн бұрын сондай болды. Қашан соңғы рет өзіңізді шын бақытты сезіндіңіз? Мен всегда айтып жүремін енді. Ең бірінші адамның бақыты ол жүректің тыныштығы деп. Жүрек тыныш болса, андай машина, үй деген ол сен, если жүрегің тыныш болмаса, ол қызық емес негізінде. Даже ода емес даже. Семьяң бар болып, күйеуің, балаларың, сен жүрегің тыныш болмаса, сен бақытты емессің деп ойлаймын. Мен қазіргі таңда жүрегім тыныш деп айта аламын, 100%. Үйде анам қазір көмектесіп жатыр. Қызым, өзім жұмыстарым жүріп жатыр. Өйткені ешкіммен шаруам жоқ. Ниетім тура, ешкімге арам ой тілемеймін. Тек өзіме айналсам, сол себепті жүрегім тыныш деп ойлаймын. Сабина қашан соңғы рет қарызға ақша сұрады? Алла сақтасын, ондай нәрсе білмеймін. Мен андай өте қатты ұялатын нәрсем ол. Ал сізден қарызға ақша сұрайтын адамдар көп па? Әрине. Ақшаға қалайсыз? Жомартсыз ба? Бересіз ба қарызға ақша? Мен жомартпын деп айта аламын ба өзімді білмеймін, бірақ қарызға вообще бермеймін адамдарға. Либо берсем, просто так бере салам, қайтармай қойыңдаршы деп. Бұлай бүкіл енді Құдайға шүкір асырап отқан адамдарым бар өзімнің. Бірақ қарызға бермеймін. Соңғы рет қашан ашуландыңыз? Ой, мен мінезім андай ашық жарқын болғанмен ашуланамын. Жұмысым жүрмей жатса, командамды қырып салам. Қашан ашуландым соңғы рет? Білмеймін даже.
үйде мелочтарға может ашуланасың, қызым тентек болса ашуланасың, сол шығар. Қызыңыз өзіңізге тартқан ба? Ой, түрі ма? Жоқ, Или мінезі ма? Тентек деп қалдыңыз. Тентек болып қалса. Бұзық сияқты Өте өткенде бір бұзық. видеодан көрдім. Иә, өте бұзық, енді білмеймін. Өзім тәрбиелеп жатырмын ғой қазіргі таңда, сол үшін қиын екен. Біреуге тәрбие беру өте қиын екен. Біз баяғыда ата-аналарымыздан ойлайтын едік қой, енді басқа адамдар айтады, дұрыс тәрбие бермейсің ба деп. Ешкім оқымайды ғой, университетте оқымайды деген сияқты. Бірінші рет мама болғандықтан өте қиын. Любой нәрсе өте қиын болып жатыр. Сол себепті енді сабағына беріп тастадым, болды. Бассейн, сабақ болды. Сабина, соңғы рет қашан ғашық болдыңыз? Ой, өте қиын. Өзімді түсінбеймін. Шын айтамын, мен өзімді түсінбеймін. Ұнату сезімдер болады енді, часто болады енді, бірақ ғашық деп айта алмаймын мен. Ғашық болдым деп. Бұған дейін ғашық болдыңыз ба? Бұған дейін ғашық болдыңыз ба, мысалы? Осы 28 жасыңызға дейін. Жоқ, енді білмеймін, жолдасыма ғашық болған шығармын, бывший мужыма. Білмеймін, енді шықпайтын шығармын. Ғашық болмасам, знаете, жақсы көргенім. Осымен соңғы рет айтар аяқталды. Дәл қазір кездесу YouTube арнасынан қосылған көрермен міндетті түрде жазылып, колокольчикті басып, біздің келесі шығарылымдарды өткізіп алмаңыз. Сабина, енді жеке өмірге көштік қой. Бұған дейінгі сұхбаттардан енді айтқыңыз келмесе де бәрібір маған айтуға тура келіп тұр. Жалпы күйеуіңізбен ажырасқаннан кейінгі көп қиналғаныңызды айттыңыз. Қазір бәрі бітті, бәрі жақсы. Қазір бәрі тамаша сізде. Әрине. Бірақ бір сұхбатыңызда ажырасқан еркектерге қарамаймын депсіз. Қашан айттың? Ұмытып бір сұхбатта сөйтіп айтыпсыз. Сосын ойландық. Сіз де бұрын тұрмыста болдыңыз, иә? Иә. Мысалы, бір жігітпен таныстыңыз, жігітті ұнатасыз. Бірақ ол жігіт сізге, Сабина, сен бұрын тұрмыста болғансың десе. Қалай қабылдайсыз сол дүниені? Негізінен мен ойланып жүрмін да, қазір шынымен ажырасқанға қарамайтын сияқтымын емес, шықпайтын сияқтымын. Өйткені хватит уже, потому что мен бывший мужым өзі ажырасқан болып, мен екеуміз үйлендік қой. Сол себепті мен кәдімгідей ажыраспағанға шығып, Алладан сөйтіп тілеп жүрмін енді. Мен енді айтпаймын, ойбай болмайды олай анау деп, енді бәрі по воле Аллаха ғой, конечно. Сол, ажыраспаған адамға шыққым келіп жүр. Білген солай енді. Ендеше Құдай қаласа, келесі шығарылымда Сабина сізді шақырған кезде тұрмыстағы Сабина деп шақырайық. Жоқ, пока не хочу. Жоқ, негізінен пока не хочу, шын айтам. Күйеуге шыққым келіп жүрген жоқ әзір. Примерно енді иншалла Аллаға айтам. Мен нақты өзімнің армандарымды білем. Примерно 1,5-2 жылдан кейін, наверное. Сабина ғашық болу үшін жігіт қандай болу керек? Қандай қасиеттері болу керек? Жағдайына қарайсыз ба жігіттің? Енді менен жағдайы төмен болса, өзі қиналып қалады деп ойлаймын ше. Андай мужчиналығын жоғалтып ала ма, сенімділігін жоғалтып ала ма деп қорқамын. Менен кішкене мысы жоғарырақ болса екен деймін. Жағдай емес даже, мысы. Өзі нақты прям не қалайтын білетін. Мен таңдағасын, значит, анау жігіт таңдамайды по-любому, мен қорқуым мүмкін. Сол себепті таңдаса, мысы жоғары болу керек, адал болу керек, жүрегі жұмсақ, добрый дейді ғой, енді щедрый дейді. Қатты щедрый болмай қойсын, өзі біледі енді. Бірақ андай жұмысқа дегенде жалқау емес. Қазіргі таңда жастар ұйқыны жақсы көреді, өздеріңіз білесіздер. Жалқау көп нәрсеге. Андай болды. Менде, например, өмірім дисциплина да. Фитнес, жұмыс, мен сонымен ғана басымды қатырамын да. И дәл сондай адам тап болса екен деймін да. Өміріміздің көзқарасымыз бірдей, өмірге деген. Сол. Инстаграмыңызды қарасақ, танымал әншілер немесе өнерге иелері сізге пікір қалдырады. Мысалы, қалжыңдауы мүмкін, біреудің тым салмақты ойы болуы да мүмкін. Танымал адамдар жиі жаза ма сізге, Сабина, сөйлесейік, кофе ішейік деп? Кофе ішейік демейді енді. Жоқ, мен қазіргі таңда барлығымен араласамын. Сол себепті ұшқын сезімдер, насчет соны айтасыз, ұшқын сезімдер, ол андай моменттерде болатын сияқты, ұшқын сезімдер. Өмірде кездесіп, араласып жүргенде ғана. Былай Инстаграм арқылы жазса, мен жауап бермеймін, если мен оны танымасам. Если танысам, жауап берем, бірақ шақырмайды. Просто
андай кештерде болмаса отырып қаламыз, сол кездерде болмаса так. Жолдасыңыздың өнер адамы болған қаламайсыз? Жоқ, болашақта білмеймін енді, точно қаламайтын сияқтымын. Енді тағы айтады ғой, никогда не говори никогда дейді, соған қорқам бар ғой. Бірақ негізіне қаламаймын, өнер адамы. Спортшы болсын лучше. Атақты бола берсін, бірақ басқа жолмен. Бизнесмен болып атақты болсын, или спортшы болып, өнер адам емес, актер или әнші, ондай емес. Өзіңіздің жеке қарым-қатынаста мінезіңіз қандай? Жеке өмірде, Иә. Мысалы, жеке қарым-қатынаста сіз сондай бір сабырлы болуыңыз мүмкін, немесе айтады ғой? Талапшыл. Истеричка дейді мысалы, иә? Талап қоюыңыз мүмкін. Истерика шығарады, ол қызбен сөйлеспеймін деген сияқты. Жоқ, мен истеричка деп айта алмаймын өзімді. Мен сабырлымын. Қызғаншақ болуы мүмкін, мысалы. Қызғаншақ кімді қызғанамын? Жігітті? Қарым-қатынаста? Қарым-қатынаста ма? О, истеричка емеспін онда. Өте еркемін деп айта аламын. Талапшылмын деп кішкене айтуға болатын сияқты. Бірақ андай ананы алып бер дегенде емес, талапшыл. Өз сөзіне тұру керек деген сияқты кішкене айтатын шығармын. Бірақ мінезіңіз қиын емес қарым-қатынаста? Мінезім қиын емес, өйткені күйеуімен екеуміз екі жаққа кетейін жатқанда екеуміз даже ұрысып кетпегенбіз. Жайлап сөйлесіп кетіп қалдық. Жайлап, шын айтамын. Менің мінезім кішкене әкеме ұқсаған. Айтпақшы, сұхбаттарыңыздың көбінде анаңыз туралы айтасыз. Әкеңіз туралы тек бір-екі сұхбаттан ғана көріп қалдым. Иә, айтпаймын папаны. Айтқым келмейді папаны. Енді 11 жасында енді екеуі кетті ғой екі жаққа. 11 жасында. Сол себепті, может, қатты жақын емеспіз деп айта аламын. Бірақ мен 18-ге келгеннен бастап өзі 20 жасында, может, жақсы араласып бастадық қой. Айтып жатады ғой, мысалы, қыз баласы әкесіне қарап үлгі алып, әкесіне ұқсайтын жігітпен танысқысы келеді деп. Иә. Сізде де сондай ма? Подсознательно сондай адамды өзіне тартасың деп айтады. Бір-екі жерлері ұқсасын деп айта аламын, полностью емес. Ал бір типаж бар ма, мысалы, түр жағынан, бір танымал адамдардың ішінде болсын, иә? Сізге ұнайтын типаж? Түрі ма? Түр жағынан, иә, жігіттер. Бойы ұзын деген сияқты жаңағы. Накачанный. Қатты накачанныйлар ұнамайды. Кішкене арық болса да болады негізіне анда. Накачанный айтында кішкене арық. Бойы ұзын бола берсін, иә? Әрине жарасады ер азаматқа. Шоу-бизнестен ба біздің? Мүмкін актерлардың арасында, иә? Адам. Осы типаж менің талғамымдағы деп. Ойбай, оны апасын айтпай қойын. Блин, кімдер бар еді, ё-моё, миыма вообще келмей жатыр. Не, футболдан можно, да? Спортшылардан, иә? Спортшылардан можно. Кім ғой? Кім айтады? Мбаппе деш. Түрі оңбаған біргам. Сол Криштиано, сол түрлер. Түрлер емес енді, типаждар. Жақсы, ендеше Криштиано қарап отырсаң, Сабинадан кездесу. Жоржина өлтірсамасын мені. Жақсы, бізде хейтерден хат деген Айдар бар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, хейт көп жазылады, көбіне назар аудармаймын дедіңіз. Бірақ бір хейтті қазір оқығым келіп отыр. Сол хейтке шын жауап беруіңізді сұраймыз. Былай дейді. Жанар Бердиярова. Өлеңді ChatGPT жазып берген бе дейді. Қай өлеңді? Сол соңғы әндеріңіздің бірін айтады. ChatGPT мен білмеймін. Ән, ол текст жазып бере ма не ол? Ол жазбайды, білмеймін мен даже. Біз олдан... Ол қазір ән айтып береді ғой даже. Білмеймін, никогда жүгінбедік біз. Естественно, бәрі. Сіздер адамдарға айтқым келеді, Жадира ма, кім Жанар? Жадыра ма? Жанар. Жанар, жазып көрдіңіз сіз өзіңіз. Сол тексті шығарып бере ма екен? Именно біздің қара өзінен, или, допустим, да? Мен әндерім бәрін жазып көрдіңіз ChatGPT-ға. Дәл солай шығарып берсе, сосын айтасыз, ChatGPT екен ғой жазып берген деп. Еңбекті олай не істемеңіздер, түні күні біз қонып жазамыз да, істейміз. Енді одолжение емес, әркім өзі үшін істейді біріншіден. Нан табамыз деп жүгіріп жүрген адамдарымыз ғой барлығымыз.
бірақ та білмеймін, не істейсің оны? Чат GPT ма? Керек емес. Ең қымбат әніңіз? Қымбат? Иә. Сатып алған ба? Иә. Қуат ағай шығар, сол Қуат Әбіл деген кісі маған әндерін, сол кісі де әндер қымбат. Сол кісі шығар қымбат береді маған. Маған емес, ол бәріне солай. Қымбат әндері. Бірақ қазір Баян Сұлумен арада қатынас білмеймін. Өзіңіз бастадыңыз. Жоқ, енді дұрыс қой, мен Қуат ағай, мен композитормын ғой. Өйткені көп әндерім сол шығарып беріп жатыр. Жақсы, қанша алады? Оны айтуға болмайды, өйткені әркімге әртүрлі ғой. Сол себепті ол кісі өзі де айтады, мен әркімге әртүрлі баға айтамын дейді. Өйткені ән качествосына байланысты, еще жаңағы сведение жасайтын адамдарға байланысты. Разный адам жасайды, сол себепті әркімге әртүрлі баға айтады. Жақсы. Осымен хейтердің хат айдары аяқталды. Енді хейт демекші, сіздің қазір соңғы уақытта Мейрамбек Беспаевпен амандасып жатқан, жай ғана амандасып жатқан видео қазір қатты бір талқыланып жатыр, иә? Хейт неше түрлі комментарийлер кетіп жатыр астына. Жалпы, Сабина, қалай ойлайсыз? Неге сіз бар видеода, жалпы бүкіл жерде мысалы сондай бір хейт кетеді? Неге бір резонанс, иә, кәдімгідей бәрі талқылап, комментарий 700-800, одан да көп мысалы. Қандай құпиясы бар? Жоқ, негізінде дәл сондай видео мен қасыма тұрған әнші қыздар да сөйтіп түсіп салған. Бірақ мен оларды көрмедім, что-то ешқай жерде. Сол мен де қызға білмеймін, шын айтамын, жауабы жоқ. Мен қазір өзімді айтпаймын, өзімше, мен болғасын, ойбай жоқ. Же прикол ұстаймын, Мейрамбек ағаны атақты қылып прикол ұстаймын ғой мен. Ол кісіге айтқан жоқпын, духы жетпейді ондайға. Просто прикол ұстаймын сөйтіп, достарым айтып жатырмын да, мен арқамда пабликтарға шығады. Прикол, по идее. Білмеймін, мен бұған жауап жоқ, мен айта алмаймын. Мен өзім сұрақ, наоборот, мен сіздерге сұрақ қойғым келді да, жадыра дегендерге. Неге мен шығып жатырмын? Жақсы, былай жасайықшы. Сабинаның танымалдылығының сыры неде? Мен жұмыс жасаймын, конкретно прям. Еңбекқорлығым бар, дисциплина. Үй жатып алсаң, ешкім атақты болмайды. Шын айтамын, қанша атақтылар үй жатып қалады, депрессияға ұшырап, жоқ болып кетіп жатыр ғой. Сол себепті бәрі айтады, жыл сайын Сабина бір нәрсе ашып жүреді осы деп. Өткен еңбек қой, бір моменттерде қаншама киноларға түсіп кеттім. Бүкіл киноларда жүрдім. Потом Инстаграм, контентке қол алып кетемін. Бір жыл болады сондай, менде бірінен желание ашылып кетеді. Бірақ әншілік ол всегда болды. Бірақ духым жетпей жүрді. Қалай келем, мені қалай қабылдайды деп. Бірақ кеше кавер-шоуда Мейрамбек ағаның батасы мені қатты мотивация берді деп айта аламын. Өйткені, сен сахнада күшті тұрады, деп сөйтіп мақтап кетті. Содан кейін тоқтамаймын дедім. Жадыра, тоқтамаймын. Или жазира ма, кім жана? Ендеше тек қана алға, Сабина. Рахмет. Сізді негізі хит қылған қалаулым. Иә? Қазір шақырса барар ма едіңіз? Енді мен хит қылған қалаулым деп айта алмаймын. Ол жақты өткені 120 подписчикпен шықтым. Қазір кім қалаулымнан атақты болып естеріңізде қалды, например? Өзім қарамайды екен. Жоқ, негізі деймін да. Ол прям кім қалды прям. Вау, осы қалаулымнан шықты ғой деп. Одан кейін еңбек қой, еңбек. Таныс керек, еңбек керек, анаумен сөйлесесің, мынаған жүгінесің, курстарға барасың, әншілікке, вокалға барасың, чтобы барлығын алып жүру үшін. Мен білмеймін, қалаулымнан шығып, прям қалып, күшті взрыв жасап жатқандарды білмеймін. Амре да бар, Амре Қазақстанды көтеріп жүр қазір. Қаншама конкурстарға бар. Қалаулым деген, прям қалаулым деген домдыва емес, шошынатындай. Қалаулым деген кезінде, сол 2019-да мен барғанда, 2018-де ма. Атақ жоқ кез, бірақ әнші болып жүрсін. Сол кезде маған атақ берсін деген оймен барғанмын негізінде. Бірақ 2 ай ма болдым, отырдым. 120 подписчикқа келді. Прям сояқ мен оны атақты қылды деп айта алмаймын. Дальше работа ғой. Қазір барар ма едіңіз ұсыныс түссе? Конечно, жоқ. Естественно, жоқ. Неге? Айтпай қойыңыз, бірақ рахмет айтам. Мен оны жамандамаймын. Просто бармайтын едім. Жақсы. Енді бізде тағы бір айдар. Бұл TikTok тренд. TikToktағы бір трендті сізбен ойнап көреміз. Ол бүгін бізде норм стрём. Жігітпен мейрамханаға барғанда шотты бөліп төлеу.
Стрём. Конечно, стрём. Біреу сыйлаған гүлді сатып жіберу. Ой, стрём. Трендте болу үшін хайп жасау. Екеуі де бар. Норм да, стрём да. Өзіңізден жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Норм. Так, сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Басқа бір блогермен бірдей контент түсіру. Норм. Өзің қолданбаған затқа жарнама жасау. Норм. Норм деп ойлаймын, потому что андай моменттер болады, енді айтуға бола ма мына жерде? Андай кездерде болады, жан-жақта мақтап атады да мені, уже маған бүгін әкеліп тұр, бұған бүгін жарнама жасау керексің дейді. Сөйтіп жасайтын кездер болды, мен оны мойындаймын. Қазір мен өтірік айтқым келіп тұрған жоқ, стрём дейді. Норм. Жігітке сезіміңді бірінші болып білдіру. Мен всегда сөйтемін деп это норм. Тормоз просто қазір бәрі что-то. Кімге білдірдіңіз? Жазда білдіргем. Шын айтамын. Анау деген шын айтамын. Тормоз. Сөйтіп айттым. Ай қой, кім деп сөйтіп айтқам. Кішкене ұнатып тұрмын сені деп айттым. Бірақ жоқ болып кетті. Жоқ болып кетті. Шын айтамын. Неге сондай болып кеткен? Жалпы бір түрлі болып кеткен. Қазір жігіттер неге тормыз? Жоқ, рас негізі қазір бүйтіп сызылып ойланамын деп сөйтіп отырады ғой, білесің ба? Рас негізі. Білмеймін. Да мен де түсінбей жүрмін что-то өмірді. Бірдеңе болып бара жатыр. Жер басқаша айналып кетті ма, бірдеңе. Жақсы. Так, мынау шығады, сосын бізге жаман комментарийлер кетеді жігіттерден. Сол жігіттер жазады сосын, комментарий жазатын жігіттер ғой, жаңағы тормоз болып жүрген. Жарайды. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса, норм, стрём? Норм. Бірақ еркек адам өзі намыстан көреді потом. Өзі не уверен болып санап жүреді сияқты потом. Лучше тапқан дұрыс сияқты, әйелін больше ше. Жұмыс жасаңыздар. Бірақ норм ғой енді. Бірақ негізінде еркек адамдар айтқым келеді. Біз қатты сыйлаймыз сіздерді, жақсы көреміз. Лучше сіздер көп табыңыздар. Мыстарыңыз бізден жоғары болып тұрса, это вообще күшті ғой. Қасында еркелеп жүресің да. А когда сенен аз тапса, түсінбей қаласың, как вести себя. Бізді әйелдігімізді жоғалтып алатын сияқтымыз деп ойлаймын. Егер ол сізден азырақ ақша тапса, соның көңілі үшін өзің мысалы бүйтіп слабый сияқты көрсетеді. Өзі агрессивный болып кетуі мүмкін, ер адам. Өзі байқамай қалады оны. Ты что, мен әйелімді көп тауып жүр деп агрессия болады, ұрыс болады, көп нәрсе болады. А когда ер азамат өзі мысы бар, ақша жақсы тауып жүрсе, әйел адамнан көп ұрыста болмайды, өзін кәдімгідей ер азамат санап жүретін сияқты деп ойлаймын. Ата-енемен бірге тұру. енді санасы бар ата-ене келіндер болса, норм ғой. Енді стрём сияқты. Кішкене или қартайып алсын. Прям қартайып алсын, сосын бірге тұрсын ба. Қазіргі таңда что-то тұра алмай жатыр. И көп разводтар, даже мен ата-ене үшін екі жаққа кеттік бізде. Сол себепті мен бұл енді дұрыс ответ бере алмаймын даже мен. Ақыл айтқым келмейді, мен уже білмеймін. Стрём сияқты. Осымен норм, стрём айдары аяқталды. Сабина, сізді интервьюге қонаққа шақырады. Бірақ сізге қатты әзіл қалжың айтып, сізді бір салмақты өнер иесі деп қабылдамайтын сияқты. Қабдолдар ма? Жоқ, басқа да сұхбаттар. Қабдолдар енді досым ғой. Олардың шоуларына біз қолдап барғанбыз негізі. Ол жақта әзіл түсіну керек те адамдарды, что олар квн адамдар ғой. Квенчиктар в основном, потом актер, потом әнші. Қолдарына не келеді бәрін істеп жатыр ғой. Сол себепті ренжімеймін. Өйткені олар әзіл қой адамдар ғой. Сол себепті не айтса да ренжімеймін. Мен вообще өмірге ренжімеймін. Өйткені қаншама күшті нәрселер беріп жатыр да өмір маған. Сол себепті не үшін мен ренжимін? Сол дәрежеге жетіп алсын лучше. Мен айтпаймын андай. Қалай? Негізінде мен вообще инстаграмға еш нәрсеге ренжімеймін. Сол жақтан атаға келді. Портфолио ғой маған инстаграм. Адамдар СС-ке кіреді Сабинаға. Кім бұл дейді, қарайды. Непонятно, тек фотоларға түсіп жүрген адам болсам мен, непонятно, кім өзі, не істеп жүр, қалай ақша тауып жүр деп ойлар. Но мен көрсе, күнде сторисында көреді адамдар. Тойға да барам, ведущий да болам, қаншама продажалар ашам, шампунь, СС офистарымыз бар біздің. Әншілікті да істеп жатырмын, бәрі істеп жатырмын. Сонда түсінеді, мен портфолио ғой. Киноға шақырса, тоже көреді. Ояққа салам мен киноға түсіп жатқан киноларымды.
әндерімді көреді деген. Портфолио ғой, бір сөзбен айтқанда. Резюме. Тойға қанша аласыз? Мен қымбат тұрмаймын. Жаңағы. Негізінен енді командам бар ғой, шешеді солар деген қаншаға баратын. Но мен қазіргі таңда 1,5-ға шығып жүргем, оказывается. 1,5-ға шығып жүргем. И той жүргізем, бір 2 әнді айтам. 2-3 әнді. Тек қана ән айтуға шақырса, 4-5 ән айтам ғой сонда. Алғашқы жүргізген тойыңыз есіңізде ме? Но енді мен прям тамада деп айтпаймын өзімді, просто қасында декорация дейді ғой. Нағыз тамада тұрады, қасында бір әдемі қыз тұрғызып қояды негізінде. Әйтеуір я деп сөйлеп отырсам болды. Ау десе я деп. Сондай кездерге ғой мен алатыны. Алғашқы кезімді не помню, но бір позор шыққан кезім болған. Кана екеуміз жүргізгенбіз досым. Сол кезде кішкене жаттатқызып қойған, маған осыны айтамыз қазір, сен мына жаттауды айтасың, мына жаттауды айтасың. Сол кезде ұмытып қалған. Сөйтіп, уай, екеуміз кәдімгідей. Сол әлі күнге дейін сол прикол біздерде ортамызда. Например, отырыстар болады, сол нәрсені айтпаса, ол отырыс болмайды. Өйткені өте угарный нәрсе болды да ол. Кана деген ол миллион командасындағы досыңыз. Жақсы, енді негізі Сабина сізді әдемі, сұлу, өзін еркін ұстайтын, хейттен қорықпайтын адам ретінде көреді. Шын өмірдегі Сабина қандай? Шын өмірде мен қатты ұялшақпын негізінде. Вот бәрі, например, элементарно бізде қаншама қыздар жинап, медеу жақта бізде контент болды андай фитнес тренировкалар. Бүкіл қыздар енді кәдімгідей лосинамен сөйтіп келген ғой. Мен ұялып жүрмін ғой, представляете? Соны айтып, сіз инстаграмда ондай емес қой деп. Вот реально мен өмірде қатты ұялшақпын. Адаммен қатты сіңісуім шама ұзағырақ тоже. Вот тағы не айтамын, өзім туралы білмеймін. Ұйқыны жақсы көремін, оны мойындаймын всегда. Еркектер ұйықтамасын, қыздар ұйықтауға болады. Өйткені қыз бала еркелеп жүрсін. Ұйқысы болса, қыз баланың энергиясы көп болады. Енді прям обедке дейін ұйықтасын деген сөз емес ол. Өте ұйықтап жүрсін. Мінезі жақсы болады, иә? Иә, мінезі жақсы ешкімге болады. тиіспейсің, ұйқың қанып жүрсе. Лучше ер азамат ұйықтамасыншы, вот честно. 7-8 сағат ұйықтап, жұмысына тайсын, болды ұйықтамасын, обедтеді. Мен травма болып қалған ғой, просто кажется. Жақсы, соңғы сұрақтардың бірі. Сабина, сіз халықтың есінде қалай қалғыңыз келеді? Но мен Құдайға шүкір деп айтамын. Мен ішімде андай нәрсе отырып алған, білмеймін кім екенін. Өзіне қатты сенімді адам отырып алған. Өзін қатты әнші сезінеді, өзін қатты актриса сезінеді. Білмеймін, сондай адам отырып алғанда, и мен сол жетектеп жатыр деп ойлаймын. Ол қай кезден бері? Обычно мысалы бір ситуация болады адам өмірінде, иә? Сосын іште шешім қабылдайды. Болды, мен бермеймін. После ажырасқалы осындай бір нәрсе басым алды мені, қатты прям сенімділік артты да, еш нәрсе қарағым келмейді, артқа вообще қарамаймын. Сөйлеген адам сөйлей берсін. Просто алдыға жүрем, ол андай бір жерден оқыған нәрселерін без, өмірлік ұстанымым, өйткені дәлел ретінде менің инстаграм, бәрін соған саласың ғой енді, и менің отбасым, даже отбасында інілерім айтады ғой мені бөтен адам сияқты деп. Біздің семья жараспайды деп. Жараспайды деп, потому что шама еркелеп жүреді де мен інілерім. Мен ондай емеспін. Бірінші қызсыз, иә, үйде? Екі ініңіз бар ма? Иә. Сонымен елдің есінде Сабина қалай қалғысы келеді? Неге басқа нәрсе айтып. Сол әнші шығар, әртіс ретінде. Әнші демей қой, әртіс. Өйткені мен әлі болашақта киноларға түскім келеді. Может, өзім де түсірем, білмеймін. Алла біледі оны. Вот әртіс ретінде қолынан бәрі келеді деп айтатындай. Қандай кино түсіресіз? Ойбай, не надо. Білмеймін. Мен просто жаңа ғана идея келді да, оны идея емес, аузыма келді. Аллах салып тұрған шығар, может, білмеймін. Енді качественно түсіргім келеді. Сабина, бізге берілген уақыт аяқтауға сәл жақын қалды. Қазір бізде соңғы айдар ашық микрофон. Ол жерде сіз біреуге айта алмай жүрген, немесе айта алмай жатқан дүниелеріңізді айтуыңыз мүмкін. Камераға қарап тұр. Кімге не айтасыз? Хейтерларға айтқым келеді, адамдарға жалпылама. Өмірді жақсы көріңіздер. Если сіздер өмірді жақсы көрсеңіздер, жолдарыңыз қалай ашылып кеткенін түсінбей қаласыздар. Жаңа мен Аллах деп көп нәрселерді айтпай қояйын. Қазір андай уағыз деп кетіп жүр. Сол себепті өмірді сүйіңіздер, әдемі болып жүріңіздер. Айнаға қарағанда өздеріңізді көп мақтаңыздар. Өйткені
любой ситуация сынақ келсе, сізді ешкім шығара алмайды, өзіңізден басқа ешкім шығара алмайды. Менде де қаншама ситуациялар болды. Өзімді ғана шығардым. Сол себепті өмірді жақсы көріңіздер, өсек пен өтіріктен аулақ болыңыздар. Особенно қыздар. Вот действительно өсек пен өтіріктен аулақ болсаңыздар, миларыңыз таза болады. Энергияларыңыз күшті болып жүреді. Адамдар келгенде сезінеді уже, не энергия мынада деп. Өйткені ол энергияның секреті, сіз өсек пен өтірік айтпайсыз. Енді ұрлық демей ақ қойыңыз, оны естественно істемейсіздер ғой. Сол хейт жазбай ақ қойыңыздар, не істейсіздер сол біреудің өмірін. Тек қана өз өмірлеріңізбен айналысыңыздар. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған әнші, блогер, инстаханшайым, болашақ режиссер, продюсер. Ойбай, СС Сабина. Көп-көп рахмет келгеніңізге. Кездесуде кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.